Сәлем достар, бүгін көк қызанақтан салат дайындайтын боламыз. Салатты қайнатусыз барлық көкөністерді тұздап жасаймыз. Дәруменге толы өте пайдалы салаттың бірі, дәмі керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен керекті көкөністерімізді жуып тазалап дайындап аламыз. Ол үшін көк қызанақ, болгар бұрышы, пияз, сарымсақ және ащы бұрыш пен сәбіз керек болады. Көк қызанақты өте ұсақтамай 4-ге бөліп қана тураймыз. Арасында сәл қызарып кеткендері бар. Үлкендерін бірнеше бөліктерге бөлеміз. Болгар бұрышын осылай ұзыншалап тураймыз. Пиязды жарты дөңгелек етіп тураймыз. Сәбізді теркадан өткізіп аламыз. Сарымсақ пен ащы бұрышты блендердің көмегімен осылай езіп аламыз. Келесі кезекте ақ желкенді ұсақтап тураймыз. Көкөністерімізді турап дайындап алдық. Енді салатты тұздауымыз керек. Ол үшін қант, түйір қара бұрыш, тұз, 6% алма сірке суы, сұйық май керек болады. Салатты тұздауға осындай кең ыдысты алып, көкөністерді ретімен саламыз. Алдымен көк қызанақты салып, артынша болгар бұрышын саламыз. Сосын пиязды салып, одан кейін сәбізді саламыз. Келесі кезек дәмдеуіштерін салуымыз керек. Бірінші тұз саламыз. Және қант саламыз. Артынан түйір қара бұрышты саламыз. 6% алма сірке суы. Жаңағы езілген сарымсақ массасын саламыз. Одан кейін сұйық май құямыз. Соңынан туралған ақ желкенімізді салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Достар, рецептің құрамы мен мөлшерін сипаттама бөліміне қалдыратын боламын. Қалауларыңызша азайтып немесе көбейтіп жасай бересіздер. Араластырып болып, бетін жауып, осылай үстінен ауыр затпен бастырып қоямыз. Бетіндегі қақпағымыз салатты нығыздап басып тұруы керек. Сол кезде тұзы жақсы сіңеді. Осылай салқын жерде 3 сағат тұруы керек. Міне 3 сағаттан кейін салатымызды алып қараймыз. Астына осылай суы шығуы керек. Банкаларымды стерильдеп алдым. Енді стерильденген банкаларымызға шетінен салып шығамыз. Нығыздап барлық банкаға салып шығамыз осылай. Артынан қалған суында барлық банкаға бөліп құямыз. Салатты барлық банкаға салып болып, қақпақтарын жақсылап жабамыз. Енді осындай бос ыдысты алып, табанына майлық төсейміз. Сосын банкаларымызды ішіне салып шығамыз. Орта беліне дейін салқын судан құямыз. Отқа қойып, қайнағанын күтеміз.
Міне қатты қайнап жатыр. Енді астындағы отын орташаға қойып 20-25 минут қақпағын жауып қайнатамыз. 25 минуттан кейін астындағы отын сөндіріп, суы сәл салқындаған соң банкаларымызды аламыз. Банкаларымыздың бетін көрпемен немесе одеялмен жауып, мұздағаннан кейін салқын жерде сақтаймыз. Достар, видео рецепт ұнаса лайк басып, арнаға тіркеле отырыңыздар және пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айнұр, баршаңызға сәттілік.